Баса. Алдыға, жанымызға. Соз аяқтан. Кел жүрсің, оңға қозғау керек. Қозғау ашылды. Аяқты алған былай. Жүрсің, осы жерді астыға қозып ұзамыз. Мира, сегер. Ертеде бір жолаушы ұзақ жолға шығыпты. Ол жол бойы артына қайта-қайта бұрылып қарап отырған екен. Себебін сұрағандарға мен жолды емес, сол жолда өзімді жоғалтып алмау үшін қараймын деп жауап беріпті. Сол данагөй жолаушы айтпақшы, адамзат баласы өмір өрнегінде жүріп өткен, әр қадамның өзіне сабақ, әр бұрылысының өзіне бұлтартпас тағдыр екенін түсінген екен. Осындай өзінің өмір сапарында талай шәкірттің жігерін жанып, рухын шыңдаған, тұғырдан гөрі тағылымды биік қойып, спортты өзіне сенімді серкеткен, батыр жүректі, биік болмысты, даңқты палуан ұлағатты ұстаз Молдабеков Бақытжан Нұрдәулетұлы. Көкпен таласқан хан тәңірінің етегіне қоныс тепкен, арқырай аққан Байынқол өзенінің адуынды мінезіне кереғар, сабырлыда салмақты халқы бар Нарынқол мекені, қаланың даңғаза тірлігінен алыс жатқан, бұйығы тыныштығын бойына бүккен, береке мен бірлікті тірек еткен момын жұрттың құтты қонысы. Тұрмысы текті, халқы бекем, сырт көзге елеусіз көрінгенімен, ішкі болмысы тұнған тарихпен тағылымға толы бұл ауыл, Бақытжандай батыр ұлды дүниеге әкелген ауыл. Табиғатымен де, адаммен де тұтастық тапқан тұнық мекенде, Нұрдәулет әкемізбен Панархан анамыздың қара шаңырағында 3 жылдың ортаншысы болып, 1976 жылы дүние есігін ашқан Бақытжан ағамыз, 1982 жылы алғаш мектеп табалдырығын аттап, үлкен өмірге қадамын басқан еді. Әу баста домбыраға әуестік танытқан өнерлі өреннің тағы бір қырын жазбай танып, жол сілтеп жөн көрсеткен Тарлан бапкер Бекболат аға Бірбаев бала Бақытжанның спортқа алғаш келгендігі қадамнан былай деп қызықты естелік айтады. Ол албамдар ренжейтін шығар, әлгіне бір Құрманғазыны құртты деп. Біз поледе футбол ойнап жүргенбіз. Балалармен тренировка өткізіп, қарасам, бойында ол, қарасам нормально бар. Бер кетіп шақырып алдым. Қайтып тұрасың сен, сөйтсем Танаштың баласы екен ғой. Сонға не үшін сен домбыраға деді. Сен неме қызсың ба домбыра? Ер бала деген күресу керек. Давай тастана домбыраны. Сен бірақта тастап бір қарасам келді футбол ойнауға. Одан кейін нағашы апасы бар болатын. Нағашы апасы мен қан пішті бір айдай. Ой, бұл бала деген кәдімгі домбыр ойнап қалды. Үштен көз оқынды, үлкен тағы домбыр ойнайды. Содан домбыраны қойып, күреске ауысып кетті. Осылайша, саңғылақ тәлімгер Бекболат ағамен алғашқы таныстық Бақытжан үшін жай ғана кездейсоқ жүздесу емес, балалық арман мен болашақ тағдырдың тоғысқан сәті болатын. Сол бір күннен бастап, Бақытжанның жүрегінде спортқа деген ерекше ықылас оянып, күреске деген құлшынысы арта түсті. Уақыт өте келе балаң қадам нық сенімге айналып, ұстаз еңбегімен ұштасқан шәкірт бойындағы талант, үлкен алаңдарға жол бастап, облыстық, республикалық деңгейлердегі жарыстарда топ жарып, жүлделі орындардан көріне бастады. 10 класста оқып жүргенде, 9-да оқып жүргенде призер болды. 10 класста оқып жүргенде, как раз бұл 65-те еріскеніп 59-да ойдайым. Қазір чемпионат Қазақстан дейді, о кезде Минпрос дейді. Оқушылардың арасында чемпионат Қазақстаны. Қазір просто аты ғана өзгерді ғой. Соны Алматыда болды как раз күрес.
Алматыға алып барып чемпион области болған. Содан екеуміз Заветтің спортзалында күресіп финалда кім Бақытжан есімде бар, Иманов деген жаңағы трехкратный чемпион республика болып жүрген бала. Сонымен рук жасап ұтып алды финалда. Содан Ержікеніп Қайрат ұтып алды. Содан Ақтем деген бір татари болатын тренерлер, Динамонікі болатын олар. Ол чу көтеріп трактористерді алып келіп. Енді чемпион Қазақстанды көтеріп тұрады. Алар аяқтан жылы болады. Ержікеніп бір аяқты сойып жатыр. Сол кезде кім Мұхамеджанов призер болды. 4 баламен облысқа күрестірген, 4-өді призер болды, 2-і чемпион болды. Керемет. Содан өсіп, кейін өзім бұрын тренерім болған Мұсабек аға маған бердіп, содан бердім, Мұсабек аға барды. Өзі молодежканы ұтып алды, призер Қазақстаны болды. Қыранды қағысынан, тұлпарды шабысынан бағамдар қырағы көз Бекболат аға, осылайша бала Бақытжанға жөн көрсетіп, жол сілтеп, үлкен өмірге, үлкен армандармен шығарып салған еді. Айқын мақсатпен спорттың жолына шыңдап түскен Бақытжан 1992 жылы Нарынқол орта мектебін тәмамдаған соң Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы Республикалық спорт колледжіне құжат тапсырады. Колледж қабырғасында да бабында жүрген Бақытжан әрбір тамған терді ертеңгі жеңіске, әрбір жаттығуды алдағы биік белестерге арнады. Осында жүріп ақ, Шымкент қаласында өткен додалы жарыста топ жарып, жастар арасында Қазақстан Республикасының чемпионы атанды. Қашанда мыңнан тұлпар, 100-ден жүйрік жас спортшы, төзім мен тәртіпті туете жүріп, бұл білім ордасын қызыл дипломмен аяқтап, болашаққа нық сеніммен қадам басты. Іле-шала Алматыдағы ЦСКА сапында әскери борышын өтеуі Бақытжан өміріндегі нағыз шыңдалу кезеңі болды. Әскери тәртіп пен спорттық дайындық қатар жүрген бұл жылдар оның жігерін жанып, рухын бекемдей түсті. Бақытжан Нұрдәулетұлы 1997 жылы Алматыдағы спорт және туризм академиясына оқуға түсіп, кәсіби білімін одан әрі тереңдете түскен ол, 2002 жылы бұл жоғарғы оқу орнын да сәтті аяқтап, білімді маман ғана емес, спорт саласында адал қызмет етуге дайын азамат ретінде қалыптасты. Туған жерге туын тігуді ұйғарған Бақытжан, бұл жолы кіндік кескен қасиетті топырағына кемелденген, шыңдалған, кәсіби маман ретінде оралған еді. Бір кездері өзіне шамшырақ болған Бекболат аға Бірбаев басқаратын Райымбек Батыр атындағы спорт мектебіне табан тіреп, 1998 жылдан жаттықтырушы болып алғаш еңбек жолын бастады. Жұмысқа дейін қалай десем енді, бұл енді жұмысқа фанат қой берілген. Мен енгенде кейін уже айбат балалардың етті, чемпион Қазақстандар шықты, кадеттер арасында призерлар болды. Енді көп еңбек етті, еңбегі жанды, ауданына көп еңбегі сіңді. Грамотный тренер. Ізденіп нететін. Кейін еді мұна күрес салын жасадық, анан жасап, бір жағынан тренировканы өткізіп, бір жағынан қызметті істеп осының бәрін жасадық қой. Түсінікті. Дүние түсініксіз тағы ұстап зақылат көстеміз. Чек еркелен көсеч. Бақытжан Нұрдәулетұлы осыны өмірдегі жаңа белесте, ол өз тәжірибесін шәкірт жүрегіне сіңіріп,
Оларға жеңіске бастар жолдың тек кілемде емес, мінез бен еңбекке адалдықта екенін үйретті. Бәріміз бір мықты морец болып кетпейсін еді ғой өмірде. Әркім өмірің әр жаққа кетеді. Ертең мектеп бітесің, біреуің военный боласың, біреуің ешкім біреудің алдына біреу ешкім шығып көрген жоқ, біреуің хоккей сияқты спортсмен боласың, мұғалім боласың. Ұстаздықты кәсіп емес, өмірлік мұрат деп қабылдаған тәлімгердің алдын көрген шәкірттері де қарап қалмады. Аудан, облыс, республика деңгейіндегі сан додада топ жарып, биік белестерден көрінді. Ұстаз үмітін ақтады. Ер есімін ел алдында жаңғыртқан 1998 жылы Райымбек Батырдың Албан елінде бой көтерген асқақ ескерткішінің ашылу салтанатына арналған дүбірлі жиында боз кілемде белдескеннің бәрін жығып, айқын жеңіске жеткен Бақытжан түйе палуан атағын иеленіп, елінің еңсесін тағы бір көтеріп тастаған еді. Бұл жайлы өз кезінде газет бетінде Батырға тартқан Бақытжан деген айбынды тақырыппен мақалада жарық көрді. Бақытжан тек додада ғана емес, тіршіліктің тұтқасында да биік тұрған азамат. Достыққа адал, азаматтыққа айнымас, сөзіне берік. Бақытжанның сондай бір қасиеті деп айтайын, былай айтқанда, ол досқа адал, уәдеге берік, ешқашан өтірік сөйлемейтін, одан кейін барып біреуге ешқашан біреудің көңілін қалдырмайтын. Көңілін қалдырып қалған жағдайда енді пендеміз ғой, адамбыз. Бір сөзді дұрыс айтпай қаламыз, екінші тұрған адам сөзді дұрыс түсінбей қалады. Сондай сәттерде ренжітіп алады ғой енді. Сонда барынша тырысып, жаңағының артынан жабысып, жаңағы кешірімін алуға дайын тұратын сондай бір дос еді Бақытжан. Дос деген ұғым қазіргі енді кім досың деп айтса, мен қолымды бағыттап тұрып көрсеткен, ол менің Бақытжан досым еді. Нағыз жеңіс атақта емес, адамдықта екенін бар болмысымен дәлелдеген Бақытжан ғұмыры ғибратқа толы арда азамат. Сонымен қатар отбасының қорғаны, ұрпағының темір қазығы. Кәсіби спорт жолында ғана емес, өмір жолында да өз қолтаңбасын қалдыра білген ол, жан-жары ғалиямен өнегелі өмір сүріп, бүгінде 2 ұл 2 қыз тәрбиелеп отырған Асқар Таудай алып әке. Қарапайым бола тұра қайратынан таймаған тектілігі бар, абыройды адалымен жинап, бір адамның ғана емес, бірегей тұлғаның кескініндей болған біз айтқымыз келген Бақытжанның болмысы, міне осындай болмыс болатын.